мына бүгінгі біздің марафонымызды тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арнаймыз және салауатты өмір салтын насихаттаймыз деген оймен осы марафонға арнап жатырмыз. Шіркін япырмай Ал жігіттер, амандық болса, университетіміздің 50 жылдығына арналған ұлытауға тағзым акциясы бойынша ұйымдастырылып жатқан ультра марафонымыз сәтті өтсін. Барлығымызға сәттілік, ақ жол тілеймін. 91-де туылып, мәңгі өлмеске шаңырақтың түңілігін серпегенмін. Ту бар қыраным самға бұшқан, Ел таңбам бар көргендері таңға лысқан. әлемге шататқан ән мұрамды, Жаралғандай жырым бар арнамыздан. Бес ғасырдан асқандай елі жаңғырып, асу белеспен бел қалғырып, қадамымды ширатып, ширек ғасыр ұлы жолды бастадым. Мен мәңгілі, мен қазақпын, ойламай жеке басын ұланға ербек күткен шекарасын. Бүгін Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 28 оқытушысы ультрамарафонға аттанды. Олар университеттің бас корпусынан Ұлытауға дейін барлығы 672 шақырым жүгіріп өтпек ниетте. Университеттің 50 жылдығы әрі Ұлытау облысының құрылуына орай ұстаздар жүгіру марафонын ұйымдастырды. Жарыс жолын таңғы 4:30-да бастаған қатысушылар марафонды бір тәулік ішінде аяқтауды жоспарлауда. Өз дайындықтарына байланысты әрқайсысы 10-нан 50 шақырымға дейін эстафета түрінде жүгіріп шықпақшы. Барлық команданы 5 топқа бөлген. Барлығы өз учаскелерінен бір уақытта жүгіріп шықты. Өтсе де зымыраған елім аман, отаным тілім аман. Асқақтатып рухымды өр намысты ер жүрек қылып өсірген ұлы далам. Мен қазақпын, мейірбан халықпын, мен мейірімін мұны әлем танып білген. Адамзаттың алаңдап тағдырына атымды да шаптырған алыппын мен. Мен қазақпын кендемес дарынды ұлдан, азаттықтың жолында жаным құрбан. Елін сүйген елбасы 25 жыл талай биік шыңдарды бағындырған. Мен қазақпын, байрақ алған, бабалары жер бетін жайлап алған. Дүниенің аралап төрт бұрышын ғарышты да игеріп айға барған. Бұл күн десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақ туым бар, елім бар, жерім бар. Бізде осы алдын ала жоспарланған өзіміздің құрған жоспарымыз бойынша 3 маусым күні таңғы 4:30-да Қарағанды Ұлытау бағытында эстафеталық ультрамарафон жүгірдік. Бұл ультрамарафонымыз Бөкетов атындағы университетінің 50 жылдығына және осы Ұлытау облысының өз алдына дербес бір облыс болып шыққанына арналған болатын. Сол таңғы 4:30-да жүгіріп шықтық. Шүкір кешкі 6-да Ұлытаудың стелласының жанында өз марафонымызды аяқтадық. Біз енді 5 машинаға бөліндік, яғни 5 команда деп айтса болады. Ең бірінші машинада отырғандардың барлығы дерлік 42 шақырым жүгіріп өтті. Одан кейінгі машинадағы отырған жігіттеріміз 50-30 шақырым жүгірген болса, төмендеп, яғни Жезқазғанға қарай жақындағаннан кейінгі машиналардағы жігіттер 21 шақырымнан жүгіріп өтті. Барлығын қосқан кезде бізде осы Бөкетов университетінің алдынан жаңағы Ұлытаудың кіреберісіндегі стеллаға дейін 652 шақырым болды. Енді бұл ойымды өткенде де айтқан болатынмын, мынау біздің COVID-19 дейміз ғой. Сол пандемия елімізге келгенде біз денсаулықтың керек екенін түсіндік. Сол уақыттан бастап өзіміз жеке жүгіріп жүрдік. Одан кейін 5-6-аудан жігіттер жиналып жүгіріп, содан кейін жаңағы WhatsApp группа құрып, сол жерде адам саны көбейе бастап, 10 болды, 20 болды,
енді құр босқа жүгіре бермейік. Енді давайте бір бағытта жүгірейік, белгілі бір қашықтықты бағындырайық деп ең алғашқы рет сол 60 шақырым Топар біздің база су қоймасындағы өзіміздің осы университетіміздің практика базасына дейін жүгірген болатынбыз. Одан кейін енді бір 60 шақырыммен тоқтап қалмаймыз ғой, әрі қарай одан да көп қашықтықты алайық деп, содан ол уақыттағы біздің мына шаруашылық бөлімінің басшысы Нұрлан Мұғиынұлы Қарқаралыға жүгірсек деген ұсыныспен осы біздің басқарма төрағасына барған екен. Ол кісі бір сөзінде айтып қапты, неге Ұлытауға жүгірмеске деп. Бірақ енді сол біз Қарқаралыға жүгіріп барып келгеннен кейін ол маршрутта да өзінің қиындықтары болды, бірақ дегенмен сәл бір әлде де бұдан да алыс қашықтық бағындыратындай күшіміз бардай сезіндік. Одан 3-4 ай бұрын жоспар құрып, осы күнді белгілеп, сонымен былайша айтқан кезде сол жігіттердің бастауымен жүгіріп өттік. Менің қашықтығым Жаңарқа ауданына 22 шақырым жетпей басталды. Және де Жаңарқа ауданынан ары қарай Жаңарқа ауданының ішімен 10 шақырым, Жаңарқа ауданынан ары қарай 10 шақырым қашықтық бар, жалпы барлығын қосқанда 42 шақырым. Мен өзім осы қашықтықты бірінші рет жүгірттім. Яғни бұл 42 шақырым. Уақытым 4 сағат 7 минутта өттім. Бұл бізде жаңағы университеттің оқытушыларынан құралған жеке топ бар. Сол топта жаңағы бір-бірімізді қолпаштап, бұл топтың бірінші алғашқы осы топты құрған біздің кафедрамыздың, дене тәрбиесі кафедрасының кафедра меңгерушісі Марат Тұрымовичтің қолдауымен сол кісінің құрған тобы. Содан бір-бірімізге қолдау көрсетіп, осыдан 3 жыл бұрын ба, 2-3 жыл бұрын осы топ құрылып, жаңағы алғашқы жаттығуларымыз бастадық. Шын айтқанда басында 2 шақырым, 3 шақырымнан бастап жүгіріп, содан жаңағы қашықтығымызды ұлғайтып, формаға кіріп, дене дайындығымыз артып, соңында нәтижесі марафонға дейін жүгіріп жатыр жігіттер. Бұл деген біздің ойымызша, біздің жігіттер үшін бұл жақсы нәтиже. Бұл тек қана спорттық шара емес, бұл рухани, мәдени шара болып десек артық айтпағандық болар. Себебі біз Ұлытауға спортты насихаттаумен қатар, бұл жақта жаңа біздің ата-бабаларымыз жүрген, жаңа хандардан хан болып сайланған қазақтың басын біріктірген ұлы тұлғалардың болған, солардың жатқан жерлерінде болдық. Атап айтсақ, хан ордасында болдық, Жошы ханның мавзолейінде болдық. Жаңағы Домбауыл батырдың кесенесін барып тамашалап қайттық. Және жолда келе жатқан кезде Терек әулиенің басына барып, кезінде осыдан біздің эрамызға дейінгі 3 жылдықтағы петроглифтарды тамашалап көріп, жақсы әсерде елімізге оралдық. Енді бұл ультрамарафон өмірімде бірінші рет, өмірімдегі бірінші алғашқы марафоным деп айтуға болады. Ультрамарафон Қарағанды Ұлытау бағытындағы 700 шақырымдық ультрамарафонда өте сәтті жүгіріп өттік деп айтыламын. И әрине бұл марафонға қатысқан барша біздің университетіміздің профессорлық оқытушылық құрамы, сондай-ақ университетіміздің түлектері де белсене бел буып қатысып, өздерінің осы марафонда ұйымдастыруына, өтуіне де үлкен айтарлықта өздерінің бір үлесін септігін тигізді деп айтсақ та артық болмас. Марат Тұрымұлы бізге барлығымызды әрбір қатысушыны қамшылап отырды. Әрбір қатысушыға жеке өзінің бір тәсілдемесі, подходы болды. Қамшылап, ынталандырып, жігерлендіріп отырды. Ол онсыз болмайды. Екіншіден енді дайындық мәселесі, мысалы үшін объем дейді, көлем, жүгірудің шақырымдық көлемі, темп дейді, каденс дейді, тағы да басқа сол сияқты көптеген осы көрсеткіштерге аса мән берді. Соның арқасында енді марафон сәтті өттік деп айта аламыз. Бірақ енді бір оңай жүгіріп өттік деп тағы айта алмаймыз. Өйткені бұл енді ауа райының да күн ыстық жүріп тұрған, сондай-ақ мынау Ұлытау бағытындағы, Жезқазған бағытындағы мынау төбелі, ойлы қырлы жерлер, сол подъемдар дейміз ғой.
ол да бір үлкен бір өзіндік бір жүктеме берді. Бірақ сол марафон сонысымен қызықты болды. Біз сол кәдімгі табиғи кедергілерді еңсеріп, күн болсын, жел болсын, жол болсын, төбелер болсын да, ойлы жерлер болсын, соларды еңсеріп, сәтті өтіп, өзіміздің межелеген өзіміздің жерімізге қол жеткіздік. Ең соңынан бүкіл шаршағанымыз да, сол кезде сәл қиналған сәтімізде де ұмытылып, тура шайылып кеткен болатын. Бұл енді марафонымыздың жаңа өзіңіз айтпақшы, қиын болды ма дейсіз? Әрине бұның барлығы бір жұдырық болып, бір бастан, бір жағадан бір бас шығарып, екі жеңнен қол шығарып шешілген мәселе. Барлығымыз бір команда болып жұмыс істедік, бір ұжым болып жүгірдік деп айтсақ та болады. Біз барған кезде енді біздің жоспарымыз өте сондай бір алдын ала жоспарланған болғандықтан, біз ең бірінші бір сапарымыз осы марафонымыздан естелік ретінде өткендігін туралы біз Ұлытаудағы сапар, орысша айтады, визит дейді, сапар туристік орталығына барып, соның директоріне біздің өзіміздің осы ультрамарафонға қатысушылардың атынан өзіміздің арнайы кубогымызды табыстадық. Сондай-ақ осы марафонға қатысқан барша осы желаяқтардың есімдері жазылған, олардың лауазымы, аты жөні, қанша шақырым жүгіргендігі жазылған, сонда тақтайша, сонда естелік ретінде өзіміздің сондай тақтайшамызды табыстадық. Одан біз сол жерде Әулиетаудың баурайында Ембұлақ деген жер бар, Гүлсара бұлағы деп аталынады. Соның баурайында түнеп, біз ол жерде енді палаткада, туристік палаткалар түнедік. Енді бұл жерде біздің өзіндік бір кешкі бір тимбилдинг деп айтсақ та болады. Кешкі бүкіл шаршағанды бойдан шығару мақсатында, өзіндік бір серігі бағу мақсатында сондай жерге барып әдейі тоқтаған болатынбыз. Соны жерде мен өзім жігіттерге уәде берген болатын. Жігіттер, мен алла жазса Ұлытауға барғаннан кейін мен сіздерге арнайы қатырып тұрып бір палау басып берем дедім. Сол палауды басып, сіріп, жігіттерге тартып, сол кісілер, жігіттеріміздің ағаларымыз бар, бауырларымыз бар. Айтады ғой, үлкенге құрмет, кішіге ізеттілік танытып, солардың баталарын алдық. Бұл өте сонда бір есте қалатын жағдай. Бұл марафонда мен өзіме бекітілген 23 шақырым болды. Сол қашықтықты бағындырдым. Және де бұл менің тәжірибемде бірінші рет. Осы шақырым бойынша өзімнің қойған мақсатыма жетіп, сол қашықтықты бағындырғаныма қуаныштымын. Мен жаңағы атап өткен 23 шақырымға 2 сағат 7 минут шарасам. Сондай уақытта 23 километрді бағындырдым. Бұл марафонда ең қиын болғаны жаңа судың да сұрауы бар деп, 15 шақырым, 20 шақырымда күннің ауа райының ыстықтығына байланысты су қалдырып отырғанбыз. Бірақ менікі 23 шақырымға суды қалдырды. Жол бойы жаңағы су іздеумен өттік. Ыстықтан еріндеріміз кеуіп, тамақ бүкілі жабысып, шөл жағынан қиын болды. Былай басқа жағы жақсы өтті өзімше. Басқа марафондан өзгешелігі киелі жерге тағзым ретінде және де университетіміздің жаңағы 50 жылдығына байланысты болғандықтан өте жауапкершілікпен қарадық. Алда бір үлкен мақсат, міндет болды бізге. Осы қашықтықта Ұлытауға дейін жақсы нәтижемен бағындырып жүгіріп өту. Өте болғаннан кейін де жаңағы қасиетті жерлерге бардық. Жаңағы біз үшін әсері, бір сөзбен айтқанда былай жеткізу, тілмен жеткізу қиындау. Бүкіл жер рухани байып қайттық, түрлі жерлерге бардық, тарихи. Қиындығы мен қызығы қатар жүрген марафон болып есте қалды. Марафонға үлкен қолдау көрсеткен университетіміздің басшысы Нұрлан Орынбасарұлы, және де факультетіміздің деканы Қуанышбек Бұланович, және де кәсіподақ ұйымына үлкен алғыс білдіреміз. Бізге үлкен демеу болды осы марафонға. Сол кісілердің қолдаушыларының арқасында осындай қашықтықты бағындырып өттік.
Бұл марафон мен үшін бірінші емес, бірақ та осыған дейін бір 4-5 рет марафон жүгірген болатынмын. Бірақ бұл марафон басқа марафондардан ерекшелігі өте жоғары болды. Бұл жерде ерекшелік жаңағы жер бедеріне байланысты ойлы қарлы жерлер болды. Одан кейін берілген қашықтықты, бізге жүктелген қашықтық Ұлытауға дейін болғандықтан бір жағынан қорқынышты, енді бір жағынан жақсы бізге тәжірибе алдағы жарыстарға, алдағы болатын сайыстарға үлкен тәжірибе. Бұл марафон өте жоғарғы деңгейде жақсы өтті. Алған әсер өте керемет. Біздің өзіміздің 300-дің басын қосқан Ұлытау бағытына жүгіру деген бұл біз үшін бір үлкен мақтаныш болды. Біз марафон, Қарағанды Ұлытау марафоны аяқталғаннан кейін тарихи орындарды араладық, яғни Жошыхан кесенесіне бардық, одан кейін Домбауыл, тағы да басқа көптеген тарихи ескерткіштерге барып, ол жерлерден жаңағы рухани азық жақсы демалыс болды. осындай үлкен ауқымды іс-шараға қолдау көрсеткен біздің университетіміздің басқарма төрағасы, ректорымыз Нұрлан Орынбасарұлына ерекше рахмет. Барлық жағынан қолдады. Жігіттер қалай дайындалып жатыр ма? Біз енді факультетіміздің деканы Қуанышбек Боланш арқылы ол кісіні хабарласып отырдық қой. Дайындықтары қалай? Осындай болады ма? Көліктері дайын ба? Қандай қаржылай қолдау көрсете аламыз деп. Сондықтан да осы басшымызға, жалпы бұл жалғыз марафонды емес, біздің университетте енді өздері барлық халық біледі ғой, түрлі үлкен ауқымды іс-шаралар, спорттық іс-шаралар өтуде. Қазіргі жастарға
беретін кеңесіміз енді спортпен айналысу керек, оның ішінде жеңіл атлетикамен айналысу керек қосымша. Бұл жүгіру арқылы өзінің жаңағы ағзасын дамыту және денсаулығын нығайтуға үлкен үлесін қосады. Сондықтан барлық жастарды осы спортпен айналысуға шақырамыз. Бір-екі жүгіргеннен шаршадым деп тоқтап қалмай, жалғастыра беру керек. Сонда бір жақсы нәтиже болады. Жүгірген адамның дені сау дегендей, жүгірсек бәрі жақсы болады. Бұдан кейінгі алға қойған мақсат әрине өте көп. Олардың басқа бұдан да алыс қашықтықтарға, бұдан да жаңа тарихи маңызы бар ұзақ қашықтыққа жүгіру негізгі жоспарда бар. Бірақ бір айтпағым, өскелең ұрпақ болсын, мектеп табалдырығында, қазір университетте оқып жатқан біздің жас буын, спортпен шұғылданыңыздар. Қандай болсын спорт? Жеңіл атлетика, футбол, волейбол болсын, күрес, шаңғы болсын. Спорттың қай түрін қарасаң өте бір сонда өзінің бір пайдасы бар. Адамның жалпы тұлға болып қалыптасуына, адамның жалпы дамуына, өзіндік бір ой өрісінің дамуына, адамның жалпы қоршаған ортаға деген көзқарасының өзгеруіне, өзіндік бір басқаша қырынан қарауға үлкен сонда бір септігін тигізеді. Спортты сүйіңіздер, спортпен шұғылданыңыздар. Спорттың арқасында міне, осы марафонның арқасында біз сол 25 шелек Қарағандыда кездеспей, сол жақта бас қостық. 25 шелек сол Ұлытаудың киелі жерлеріне басын тіредік. Елдің батасын алдық. Үлкен сонда бір жақсы рухани байып қайттық. Бұл ең басты бір көрсеткіш деп санаймын. Бұдан асқан бақыт жоқ. Букет университеті! Өзген даналар бар, шықпас естен. Батырларым намазды бермей, аналарға әркез тақсым еткен. Бүгінде аспанын ашып, ашат бесігін ашып, алалап шалып жүрегім өзіңнен соған, кеудемдің иісін баурап, өзіңе асық әркез менің қазақпын мен, еркін өскен, көкте туам, желбіреген, қырымдарым көкке самғайды, ұландарым, бүгін батырларым. Бүгінде аспанын ашып, болашақ есігін ашып, алаулап жалынды жазып. Ал біз қазір мынандай съемка жасаймыз. Енді қараймыз көке. Кеудемді иісін баурап, өзіңе асықпын әркез менің отаным. Тұғыр биіктерді сүйіп алдық тәуелсіздік. Қазақ елі біз Азияда үздік. Сақ түзеп тарихты, руларымыз 300-дік. Melekleri belekte, bostandықтың жебін үздік. Менің сенің отаным, қазақ елі Қазақстан. Төбемізде көк аспан, бірлігімді жарасқан. Бұл да бір мақтаныш, әлемге жар салатын. Қазақ елі мен, құшақпен қарсы алатын. Қазақпын мен, еркін өскен, көкте туам, желбіреген.